Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бұл әңгімеде Майгүл әженің ауыр тағдыр туралы баяндайтын боламыз. Арнаға тіркеліп қолдау білдіре отырыңыздар. Той. Кеше шаңыраққа келін түскен. Бет ашар жыры болып жатыр. Жұрттың бәрі бет ашарға жиналып, ақша салуға дайындалып тұр. Сол бір сәтте Ақзияштың қызы қараусыз қалған болатын. Ақзияш 7 жастағы ұлына: "Бөпеңе қарай тұр, қазір тез келемін, тербетсең ұйықтап қалады" деді. 7 жастағы бала қарындасын ұйықтатып, қызық көруге ол да далаға шығып кеткен еді. Той болып жатқан үй болған соң, балалар үйден кіріп шығып жүрген. Сол бір балалардың қайсы екені белгісіз, бала жатқан бөлмеге кіріп, сіріңке жағып ойнаған болуы керек. Ойнап лақтырған сіріңкесі бесіктегі шілдер матаға лап ете қалатынын қайдан білсін. Өзінен қорыққан бала ешкімге айтпастан далаға қарай жүгіріп кетті. Бөлмеде аяғынан бастап жанып жатқан сәбидің шырылын үлкендер естіді ме, естімегенде болу керек. "Үлкендеу апа, үйдегі баланың даусы қатты шығып жатыр, баланың ішегі қатып қалар, кім бар, жұбатсаңдаршы" деп дауыстағанда, жастау келін үйге кіріп кетіп айқайлады: "Өрт! Өрт! Бесік өртеніп жатыр!" Елдің бәрі үйге қарай жүгірді. Бесіктегі шырылдаған сәбидің өртке орануы Ақзияш үшін ең ұмытылмас, кешірілмес күнә болды. Сәби аман қалған, бірақ денесі үлбіреп, біраз жері күйді. Өмір бойына денесіне мәңгілік тыртық болып қалды. Айлап ауруханада жатқан Ақзияш сәбиінің шырлы жүрегін әбден ауыртты. Сол бір жағдайға өзін кінәлі санаған ана қызының жағдайы тұрақтанғанша жүдеп кетті. Арада біраз жылдар өтті. Кезінде өрттен аман қалған 6 айлық қыз 6 жасқа толды. Сол бір жағдай денесінде өшпестей із қалдырған болатын. Сол қыздың есімі Майгүл еді. Әлде ойын баласы болса да, үстіндегі тыртықтарынан ұялып, ұзын көйлек киюге дағдыланды. Көрші балалар көбінде Майгүлді қатарына қоспады. Майгүлге бір қарағаннан қорқатындай денесінің жартысы, мойны, сол жақ беті кезіндегі күйіктен тыртық болып қалған. Әлі жеткен балалар Майгүлді ұрып та жібереді. Ол кезде үйге жылап келсе де, үлкендер еш уақытта балалардың ортасына түспейтін. Мектеп оқыса да, сол балалар Майгүлге әлімжеттік жасап, сумкасындағы нанын және де басқа да заттарын тартып алатын. Қатарластары да, көршілес достары да байқұс қызды маңайларына жолатпайтын. Олар Майгүлді кемпір, быстан кемпір деп тағы да басқа атаулармен мазақ ететін. Сол бір себепті ол ешкіммен араласпауға шешім қабылдады. Майгүл бар уақытын кітап оқумен және үйдің тірлігіне арнады. Сабағында өте жақсы оқыған. Сыртқы келбеті сүйкімсіз көрінсе де, ішкі дүниесі мейірімді, бауырларына қамқор, кішіпейіл қыз еді. Майгүл мектепті қызылмен бітіріп, оқуға құжаттарын өткізіп қойды. Бірақ өмір оған тағы да тосынсый дайындап қойған еді. Өмірі ауырдым деп айтпаған анасы қан қысымы өрлеп, аяқ астынан арбаға таңылып қалды. Байқұс қыз амалсыз оқуын тастап, келер жылы оқимын деп ойлаған. Бірақ ауру анасына қараймын деп уақыт зуылдап өтіп жатты. Іштей анасы да көз алдында жүрген қызының бағын байлағаны, жүрегіне ауыр тигені айтпаса да белгіледі. Ағасы да отбасылы болған. Бірақ көп замай келіні айқай шығарып, үйден кетіп қалған еді. Ағасы да балаларым үшін деп оның артынан кетті. Ара-тұра ақшамен азық-түліктерін әкеліп береді. Майгүл сол анасын күтемін деп жүріп, жасы 30-ға келгенде байқамай қалды. Анасы да соңғы кездері жиі ауыратын болды. Соңында ана дүниеге аттанды. Әкесі әлде қашан отбасын құрған. Ақзияш ауру болған соң, бір жыл өтпей баласы бар әйелмен қашып кеткен. Туыстары жабылып жүріп, көмек қолдарын созып, Ақзияштың зейнетақы алуына көмектесті. Келіні де ауру енесіне шыдамай кетіп еді. Енесі дүниеден өткен соң жетіп келгені. Қара шаңыраққа ие болу керек екені енді есіне түскен сияқты. Бұрын келмеген ағасы мен жеңгесі енді үйге тұра бастады. Арада тағы біраз жылдар өтті. Үйдің бар тірлігін Майгүл жасайтын. Жеңгесі бар балаларды тастап жұмысқа шығып кетті. Сол үйдің қызметшісі сияқты
бәрін дайындап қоятын. Туыстары бұл қызға жаны ашып, сыртынан алып қашу жоспарын құрған. Бірақ Майгүлді көрген еркек қорқып кететін. Солай жүргенде өзінен бір шама жасы үлкен әйелі қайтыс болған еркек Майгүлді жар етуге келіскен болатын. Майгүлдің туыс жеңгелері үйден кішігірім дастархан жайып, ырымын жасап ұзататын болды. Туған жеңгесі қайынсіңлісінің кетуіне қарсы еді. Кішігірім ұзату тойы болған Майгүл қатты қобалжулы. Болашақ жары кешігуде. Іштей сансыз сұрақтармен арпалысып әлек. Неге кешігіп жатыр деп отырғанда күйеу бала келді. Көліктері бұзылып кешіккен екен. Жеңгелерінің даусын естігенде қуанған Майгүл жылап жіберді. Өзін әрең ұстап, үсті басын ретке келтірді. Күйеу жігіт те бөлмеге кірді. Майгүл қатты қобалжығаннан басын көтеруге ұялып отыр. Өзін 18-дегі бойжеткен секілді сезінген Майгүл болашақ жарына ұрлана қараған еді. Екеуінің көздері түйісіп қалды. Өзіне үлкен болса да жүзі жылы, тартымды, мұрты бар кісі екен. Сол бір көргеннен Майгүл ұнатты. Сыпайы сөйлеген сөзі, өзін сондай сабырлы ұстағаны Майгүл үшін нағыз ер жігіт еді. Майгүлге бақыт тілеушілер ақ батасын беріп, өз шаңырағына аттандырды. Өмірінің ең бір тамаша күнінде енді ғана бақытқа қол жеткізген бейгүнә қызға тағдыр тағы да үлкен соққы жасады. Бақыттан балбұл-жанған жүзіне қан жұғылды. Олар көлік апатына ұшырады. Көлік тізгенінде отырған туысы аздап ішімдік ішкен екен. Бәрі аман қалып, тек Майгүлдің күйеуі басынан қатты соққы алып, сол жерде жан тапсырыпты. Бұл қайғылы қаза бәріне де оңай болмады. Артынан қалған балалар да бар еді. Әлі де шаңырағына кіріп үлгірмеген Майгүлді қазаға қатыстырмай ағасының үйіне алып кеп тастады. Сондағы туыстарының айтқан сөзі: келмей жатып күйеуінің басын жұтты. Саған бекер құда түстік. Бұл сөзді Майгүл үшін тым ауыр болды. Байқұс қыз бөлмесіне кіріп алып ұзақ жылады. Туыстары келіп, көңіл айтқаны болмаса, туған жеңгесі қайтып келгеніне қуанышты. Сол бір күннен соң Майгүл сөйлеуді қойды. Үндемей жүре береді. Барлық тірлікті өз мойнына алған. Туған жеңгесі бұл қылығына дән риза. Одан кейінде туыс жеңгелері келіп, сен әлі жассың, сені ұнатып жүрген біреу бар екен дегенді естігенде, туған жеңгесі абысындарына айқайлап қуып шықты. Майгүлге де айтпағаны қалмады. Уақыт шіркін зуылдап, әп сәтте өте шықты. Арада бірнеше жыл өтіп, Майгүл қартайды. Ағасының барлық балаларын өсіріп, баққанда Майгүл еді. Қартайған шақта туған жеңгесінің өткен күндеріндегі кінәсі үшін бе, Майгүлді 60 жасында жеңгесі өзінің інісіне кемпірі жоқ шалға қосты. Өз баласы болмаса да балалары құрметтеп, келіндері сыйлап отырды. Алла бақытын қартайғанда жолықтырған Майгүл әже шалымен қол ұстасып Қазақстанның әсем қалаларына ұшақпен қыдырып, бақытты өмір сүрді.